Бірде мен өзімнің компьютерімнің алдына келіп онлайн сабаққа дайындалып отқанмын. Бірде Гриша маған бір қисық деген бір ссылканы жіберді. Ол ссылка интернеттегі ең қорқынышты ссылка екен. Оны көр деп Гриша маған жіберді. Ал сабақ басталды. Бәріміз онлайн сабақта оттық. Бірақ Гриша әркімге бір түрлі қарап отты. Ол қатты қорқып, әркімге қарап отты. Ол бірде маған сообщение жазды. Ол саған келе жатыр. Экраныңа қара, экраныңа деген жазуларды жазды. Мен оның сөздерінен өте қатты қорқып кеттім. Бірде Линаның компьютерінде бір өте қорқынышты қисық фигура пайда болды. Ол оған қарап тұрды. Сонда Анжелина Петровна бізге телефондарын өшіріп тыныс сабақтарын оқыңдар дейді. Сол кезде анау фигура жоқ болып кетті. Ол сөйтіп Мишканың фигурасына қарай бағытталды. Бірақ оларды ешкім көріп жатқан секілді. Тек Гришадан басқа ешкім оны көріп жатқан жоқ секілді. Бірде Мишаның артынан ол пайда болды. Ол оған қарап біраз тұрды. Гриша одан тағы да қатты қорқа бастады. Ол әркімнің Линасына өте қатты тез ауыса берді. Ол бірде анаған, бірде мынаған әркімге көшіп жүрді. Мен одан қатты қорықтым. Ол маған келмесе деп оттым. Тіпті менің сабақ оқуға да зауқым қалмады. Ол әркімге баруын тоқтатты. Бірақ Гриша әлі де қорқып тұрды. Мен де оған қарап қатты қорқып тұрдым. Бірде Гриша маған өте қатты қорқып қарады. Ол сөйтіп маған сообщение жазды. Ол сенде, ол сенің жаныңда, ол сенің жаныңда.